Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, бүгін сіздерге әдебиеттік оқу пәнінен 2-4 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін Яндекс немесе Google іздеу жүйелеріне ұстаз тілегі деп теріңіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де КМЖ бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, немесе тіркелу батырмасы арқылы сайтқа тіркеле аласыз. Пән таңдау батырмасын басу арқылы өзіңізге қажетті әдебиеттік оқу пәнін таңдайсыз. Әдебиеттік оқу пәнінен 2-4 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасына басасыз да, өзіңізге қажетті сынып бойынша КМЖ-ны және презентацияны таңдайсыз. Жүктеу батырмасы арқылы балансыңыз бірден алынады. Құрметті ұстаз, егер сіздің балансыңыз жеткіліксіз болса, Kaspi.kz қосымшасына өтіп, іздеу жүйесіне ұстаз тілегі деп жазасыз да, өзіңіздің ID номеріңізді көрсету арқылы қажетті сумманы толықтырасыз. Жүктеу батырмасы басылғаннан кейін КМЖ-ларыңыз бірден жүктелінеді және де сіз сатып алған КМЖ-лар жүктеп алу батырмасына ауысады. Жүктелген КМЖ загрузки бөлімінде сақталады. Құрметті ұстаздар, алдарыңызда Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі ұсынған 130 бұйрықтың 7 қосымшасы бойынша жасалынған КМЖ үлгісі. Бұл КМЖ-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын КМЖ-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!